Барлықтарыңызға ассалам алейкум. Бүгін осындай тіске басар жасайтын боламыз. 200 грамм ыстық суға тұзымызды салып, ұнымызға құямыз. Сұйық майымызды қоямыз, жақсылап араластырамыз. Қолымызбен илеп, жұмсақ қамыр болады. Пакетке салып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін тауықтың төс етін жұқалап кесіп аламыз. Жақсылап екі жағынан тұздаймыз, ұнға ұнатамыз, жұмыртқаға ұнатамыз, панировкаға ұнатамыз, және де қызып тұрған майымызды қуырып аламыз. Тынған қамырымызды 10 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Бөлінген бөліктерді оқтаудың көмегімен жұқа етіп жаямыз. Қызып тұрған құрғақ табада екі жағын ауната пісіріп аламыз. Табамызға май ештеңке құймаймыз. 2-3 рет аударған соң осылай көтеріледі. Енді соусымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін қаймаққа чесногымызды теркадан өткіземіз. Қияр, укроп, дәміне қарай тұз, жақсылап араластырамыз. Соусымыз дайын. Пита нанымызды ортасына бөлеміз. Ішінде кармашка осындай ашылады. Соусын жағамыз. Ішіне начинкаларымыз саламыз. Салат жапырағы, қуырылған тауықтың төс еті, қиярымыз саламыз, помидорымыз саламыз. Осымен біздің пита дайын. Ішіне кез келген начинка салсаңыздар болады. Барлықтарыңыз ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.